Сәлеметсің бе балақай? Бүгінгі сабағымызға қош келдің. 8-ші сабақта У және Ш әріптерін оқып үйренеміз. У кейде дауысты, кейде дауыссыз дыбыс. Ұлу сөзінде У дыбысы кездеседі. Бұл У әрпінің жазбаша түрі. Суретке назар аудар. Бірге оқимыз. Ту. Ту. Ту біздің мемлекеттік рәміздеріміздің бірі. Тау. 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 Алау. 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 Олимпиада ойындарында бір-біріне алау беру рәсімі бар. Төмендегі суретке назар аудар. Суретте кімдерді көріп тұрсыңдар, балалар? Жүгіріп келе жатқан қыздарды көріп тұрмыз. Қыздар қолында не ұстап тұр? Қыздар бір-біріне ту беріп жатыр, Өте жақсы. Оқып көрейік, не деп жатыр екен? Мына сызықша екі қыздың сөйлескеннің белгісі. Қане? Алуа. Алуа. Анарға. Анарға. Апар. Апар. Алуа. Анарға. Апар. Алуа. Анарға. Апар деп жатыр екен. Сол жақтағы сөздерді оқып көрейік. Ау. Ау. Балық аулайтын торды ау деп атаймыз. Тауар. Тауар. Сататын затты тауар деп атаймыз. Алуа. Алуа. Алуа деген қыздың есімі. Тура. Тура. Дүзу, жүру немесе бір затты турау. Өте жақсы. Балақай, біз У әрпін оқып көрдік. Келесі әрпіміз Ш әрпі. Ш. Бұл Ш әрпінің баспа түрі. Баспа түрін кітаптан кездестіреміз. Шоколад. Шоколад сөзі Ш әрпінен басталады. Бұл Ш әрпінің жазбаша түрі. Суреттерге назар аудар. Бірге оқимыз. Шана. 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 Шанамен сырғанауды ұнататын шығарсың. Келесі сөз ағаш. 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 Раушан. 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 Гүлдің атауы. Өте жақсы. Суретке қарай ғой. Суретте кімді көріп тұрмыз, балалар? Қыз баланы көріп тұрмыз. Қыз бала не істеп тұр? Қыз бала қақпаның есігін ашып тұр. Олай болса, оқып көрейік. Раушан.
Раушан, раушан, аш. Раушан, аш дейді. Есікті аш деп тұр екен. Сол жаққа қараймыз. Қандай сөздер бар екен? Оқып көрейік. Аш, аш. Ашу, ашу. Аша, аша. Алша, алша. Өрік тәрізді жемісті алша деп атаймыз. Сонымен балалар, бүгін біз у және ш әріптеріне келетін сөздерді оқыдық. Жарайсың. Тағы да қайталап оқып көр.